сенуге болмайды. Неге? Қараңыз, мысалға сіздің камераңызға 100% неге сенуге болмайды? Кез келген камера ол техника, ол қуу мүмкін да. Мынаны қараңыз, мына жақта кобальт тұр, иә? Мына жақта бізде ВАЗ 14 тұр, дұрыс па? Оң жақта тұр ВАЗ 14. Кобальт сол жақта тұр, иә? Ал енді боковой зеркалодан қарайтын болсақ, бізде кобальт қай жақта тұр? Оң жақта тұр. Ал ВАЗ 14 қай жақта тұр? Сол жақта тұр. Түсінікті ғой да? Сол себептен камераға 100% не сенуге болмайды екен. Енді не істейміз? Оң жақта пайда болды толық. Енді рульді түзейміз. Есіңізде ғой да? Рульді түзейміз. Салматсыз ба? Рульді түзей берсеңіз. Мама, рульға қабырылып тұрған еді деп қойсаңызшы. Бірдеңе түсіндірсең, бірдеңені ұмытып кетесіз. Вообще мастер спорт асқызыз жүргізу сабағынан. Енді сол жаққа айнаға неге қараймыз? Терезеге және айнаға кезегімізде қарап отырамыз. Сол жақтағы салматсыз ба? Терезеге қарасаңыз, терезені ренжітпеңізші, бір қарап қойыңызшы. Болды ма? Иә, молодец, сол жерде 14 пайда болу керек, ВАЗ 14. Пайда болды ма?